Жүктілікті жоспарлап жүрген келіншектер қандай дәрумендер, витаминдер, минералдар ішуі қажет? Сәлем достар, менің есімім Шаңда Ақжүніс Мейрамбайқызы. Мен ютубермін және де акушер-гинеколог дәрігермін. Осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер, подписка кнопкасын басыңыздар және де уведомление қойып қойыңыздар. Міндетті түрде сіздерге уведомление келіп тұратын болады, что менің видеоларым шыққандығы туралы. Міндетті түрде лайк басыңыздар және де подписка жасауды ұмытып кетпеңіздер. Ал кеттік. Жалпы жүктілікті жоспарлап жүрген келіншектер ең бірінші ішу қажет дәрумен қандай десеңіздер, ол ең бірінші бұл витамин В9, яғни фолий қышқылы. Неге фолий қышқылы? Ол туралы менде тоже YouTube каналымда арнайы видео бар. Неге? Себебі жүкті келіншектер жүктілікті жоспарлап жүргеннен бастап егер, сөйтіп ішкені дұрыс. Себебі неге? Баланың нерв жүйесінің және жұлын жүйесінің қандай да бір, яғни жұлын және де мида қандай да бір ақаулардың пайда болуының алдын алу үшін сіз жүктілікке дейін жоспарлап жүрген уақытта 3 ай бұрын ішкеніңіз дұрыс. Себебі сондай ақаулардың пайда болуының алдын ала аласыз. Фолий қышқылы туралы ақпаратты менің осы YouTube каналынан астына сілтемесін қойып қоям, толыққанда тыңдасаңыздар болады. Негізі обычно аптекада тұратын фолий қышқылы ішуге де болады, мүмкіндік болмаса. Или болмаса әртүрлі мультивитаминдер бар, құрамында фолий қышқылы бар. Профилактикалық доза 400-800 микрограмм. Күніне бір реттен ішесіздер, 3 ай тоқтамастан ішуіңіз қажет, яғни жүктілік жоспарлап жүрген уақытта. Енді 3 айдан кейін сіз жүкті болмай қалсаңыз да, это ничего страшного, ары қарата жалғастырып жүкті болғанға дейін іше берулеріңізге болады. Яғни 3 ай ішіп, 1 ай демалып, қайтадан тағы да 3 ай ішсеңіздер болады. Жалпы қазіргі таңда мен өзім ішіп жүрген фолий қышқылын көрсетейін. Міне фолат деген түрі. Яғни бұл фолий қышқылының натуральный формасы. 5-метил тетрагидрофолат. Бұл iHerb'тан алынған Джаро фирмасынікі 400 микрограмм, бір капсуласында. Кислотаның фолат түрін ішкен дұрысырақ, себебі қазіргі таңда көп адамдарда мутация бар, генофолатного цикла дейді. Сондықтан міндетті түрде мүмкіндік болса iHerb'тан немесе профессиональный линейкадан 5-метил тетрагидрофолат деген натуральный формасын ішіңіздер. Мүмкіндік болмаса аптекадан фолий қышқылын обычно іше беруге болады, бірақ ол синтетикалық формасы. Екінші, жүктілікті жоспарлап жүрген келіншектер міндетті түрде витамин D3 ішу керек. Оны не только жоспарлап жүрген, оны жүкті әйелдерде, балаларда, ересектерде барлығы міндетті түрде ішу керек. Өйткені витамин D-ға бүкіл организмдегі органдарымызда арнайы рецепторлар болады. Бұл иммунитетті көтереді, сонымен қатар біздегі аналық, аталық клеткалар үшін де өте маңызды. Витамин D-ның түрлері өте көп. Аптекада да бар, D3 Max деген бар, D3 Force деген бар. iHerb'та да неше түрлі витамин D-ның формалар бар. Ең жақсы формалар California Gold Nutrition, Blue Bonnet фирмасы бар, Know-how деген фирмалар бар, өте жақсы. Сонымен қатар профессиональный линейкадан да алуға болады. Бұлар бір сәл қымбаттау жүреді. Мысалы, мен профессиональный линейкадан қабылдаймын, мынандай Clear Labs деген. Міндетті түрде сіздер витамин D-ға ол үшін дозировкасын білу үшін қан тапсыруларыңыз қажет. 25 гидроксивитамин D-ға қан тапсырасыздар. Дозировкасын дәрігер тағайындайды. Егер сіз қан тапсырмасаңыз, профилактикалық доза ішсеңіз болады. Профилактикалық доза бұл бізде 5000 единица. 5000 единица күніне бір рет таңертең тамақтан кейін ішесіздер. Бұны да 3 ай ішіп, 1 ай демалып, тағы да 3 ай ішсеңіздер болады. Обязательно жылына 2-3 рет осындай қайталатып отыру қажет міндетті түрде. Үшінші, бұл бізде омега-3 жирный кислота. Омега-3-ді таңдауын сіздер білесіздер. Мен сіздерге постоянно үнемі айтып жүремін өз блогымда да. Менде бұл Triple Strange дейді, сол фирманікі. Бұл негізі омега-3 жирный кислотаның қай жерде ауланғаны тоже өте маңызды, фирмаларда өте маңызды. Менде бұл iHerb'тің фирмасынікі. Жалпы омега-3 бұл не үшін қажет? Бұл иммунитетті көтереді. Сонымен қатар баланың тоже нерв жүйесі және де жалпы миы даму үшін де өте қажет витаминдердің бірі болып табылады. Витамин F деп айтамыз. Обязательно құрамында докозагексаеновая және экозопентаеновая кислота болу керек.
Ал жүктілікті жоспарлап жүрген келіншектерге құрамында эйкозапентаеновая кислотаға қарағанда докозагексаеновая кислота көбірек болғаны дұрысырақ. Тағы бір витаминдердің бұл бірі бізде бұл витамин В8 инозитол. Инозитолдың қызметі өте көп. Кімде инсулинорезистентность, сахарный диабеті бар, артық салмағы бар келіншектер, синдром поликистозных яичников, сондай келіншектер бар, АМГ-сы төмен, яғни антимюллеровый гормон, сонымен қатар жаңағыдай фолликулдары дұрыс өспейтін, качествосы нашар, сондай жоспарлап жүрген келіншектер біледі. Сондай әйелдерге осы инозитол өте жақсы көмектеседі. Бұл сперматозоидтың качествосын жақсартады, клеткалардың, аналық клеткалардың, яйцеклеткалардың качествосын тоже жақсартады. Міндетті түрде осы инозитолды обязательно ішесіздер. Жоспарлап жүрген уақытта кез келген витамин, дәруменді ішпес бұрын міндетті түрде сіздің кишечнигіңіз дұрыс жұмыс жасау керек. Дисбактериоз, запор, ондайлар желательно болмау керек. Егер сондай болатын болса, бірінші ішекпен жұмыс жасаңыз. Өйткені сіздің ішегіңіз дұрыс жұмыс жасамайтын болса, сіздің ішкен жеген витаминдеріңіздің барлығы босқа кетеді. Ешқандай да сіңбей қалады, сізге пайдасы болмайды. Сондықтан алғашқы 2 апта ең бірінші ішегіңізді дұрыстаңыздар. Ішекті дұрыстау мақсатында синдром избытка грибкового роста, синдром избытка бактериального роста болатын болса, вообще кандидоз, молочница, сонымен қатар жаңағыдай запор, метеоризм, желденуі жиі кездесетін болса, міндетті түрде сіздер алғашқы 2 аптада осындай пребиотик, метабиотиктер ішсеңіздер болады. Кишечник микрофлораны қалыпқа келтіру керексіздер, өйткені 70% иммунитет ішекте деп айтады. Өйткені сіңірілу ішекте жүреді. Сондықтан мен қазіргі таңда сіздерге ұсынар едім, осындай метабиотик бар. Тайга 8 фирмасының Мобио деген бұл өте жақсы. Кемі 2-3 ай қолдану керек, желательно жақсы эффект болу үшін. Запор, метеоризм кезінде өте жақсы көмектеседі. Молочница да вообще супер, да? У кого частая молочница, обязательно осыны қолдансаңыздар, противогрибковый таблеткадан бұрын осы кишечник тазаласаңыздар, міндетті түрде көмектеседі. Яғни метабиотиктің түрлері өте көп, қазіргі таңда фитотал деген бар, Т8-нің осындай Моби деген метабиотигі бар, нормофлорины деген бар, соларды қолдансаңыздар болады. Немесе басқа да метабиотиктер өте көп, айхербта да бар. Обязательно ішу қажет витаминдердің бірі бұл бізде йод. Йод не үшін қажет, балада тоже интеллектінің дұрыс даму үшін, бойының өсу үшін балаға өте қажет, Бұны грудничковый балаларға да, кішкентайларға, ересектерге де, жүктілік жоспарлап жүргендерге, жүкті әйелдерге де қолдануға болады. Профилактикалық доза бұл жерде 2-3 каплясы йодтың бұл жерде 150 микрограмм болады. Негізі жүктілік жоспарлап жүргендер 250 микрограммнан ішуге қажетсіздер, Себебі бұл баланың интеллектісі дұрыс болу үшін, ойлау қабілеті жақсы болу үшін, ертең туылғаннан кейін сіздің де ойлау қабілетіңіз жақсы болу үшін, баланың дұрыс өсу үшін осы йод міндетті түрде қажет. Жалпы қалған витаминдердің барлығы қажеттілікке байланысты тағайындалады, дәрігермен. Мысалы, мен витамин С тағайындауым мүмкін. Ол қандай келіншектерге? Варикоз бар, варикозмен проблемасы бар, сосудистый проблемасы, у кого бетінде купероз, гиперпигментация болатын келіншектерде, иммунитеті төмен келіншектерге да осындай витамин С тағайындауымыз мүмкін. Өйткені витамин С бұл коллагеннің бөлінуінен жақсартады. У кого, кстати, постоянный стрессте жүрген келіншектерге тоже. Өйткені бұл қандай натуральный формасы бар, тоже менде жидкий түрін ішкен болатынмын. Бұл Т8 фирмасының бленд деген жидкий түрі, бір упаковкасында осындайдың 3 болады. Бір айға почти жетеді, бір айдан ұзаққа жетіп қалуы мүмкін даже. Міндетті түрде жүктілікті жоспарлап жүрген келіншектер өте андай болады. Өте қатты уайымдап жүреді, бала тезірек болса екен деген сияқты белгілі бір стрессовый ситуацияларда жүру мүмкін, кішкене жандай көңіл күй болмау мүмкін, раздражительный болуы мүмкін, сондықтан успокаивать ету мақсатында міндетті түрде осындай магний ішуге болады. Магнийдің желательно глицинат формасы жақсы сіздерге жоспарлап жүргендерге, 10 мг на килограмм веса есептейсіздер. Мысалы, салмағыңыз 60 кг болатын болса, 600 мг ішесіздер күніне бір реттен ұйықтар алдында. Қыздар, менің бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болды деген үміттенмін. Сіздерге артық сөзсіз нақты витаминдерді айтуға тырыстым. Сол үшін маған лайк басып, подписка жасап, комментарий жазып, мені қолдай кетіңіздер.